Біз қазір Махмұт Сабырханның жанында тұрмыз. Біздің қазақ боксындағы өте бір талантты ерекше боксшылардың бірі Махмұт. Осыны көз алдында да айтудан ешқашан қымсырмаймыз. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді. Енді өзіңе осы оқу-жаттығу жиыны қалай өтіп жатқанын, мынау 54 келі салмақтағы өзіңнің бабың қалай, салмақ бұл жақта керек бола ма, қосу керек бола ма, осы жайлы айтып берсең. Ассалаумағалейкум. Біріншіден оқу-жаттығымыз өте керемет өтіп жатыр. Жаңағыдай тауға шығып, тас лақтырып, жаңағыдай физикалық жағынан да мамандармен жаттығу жасап жатырмыз. Арасында жаңағыдай ағайларымыздың айтуымен парға да тұрып, боевой пар практикалар өткізіп жатырмыз. Енді соңғы жарыс келетін болсақ, Азия чемпионатында 54-ке бокстастым. Онан да Олимпиада 57 бокстасқан едім. Енді осы салмақта 54-ке қайтадан оралдым. Аллаға шүкір, сол жерде Азия чемпионатында 54 килограммда жеңімпаз атандым. Енді Алла қаласа алдымызда мықты турнирлар және әлем чемпионаттары келе жатыр. Құдай қаласа сол жарыстарға Құдай қаласа 54-те өнер көрсететін боламын. Байқағаным, Төреханды да өзіңді де Қайрат Сатжанов мырза жаттығу барысында бір қазір қандай жаттығу өткіземіз деген сәтте көрсетуге екеуіңді кезек-кезек шақырып тұрды. Бұл қалыптасқан дәстүр ме, әлде өзіне кім жақын тұр, соны шақырады ма, әлде сол жаттығуды бір ерекше шебер, мінсіз орындайтын боксшыларды ортаға шақырады ма? Осы қызық болды бізге. Бұл бүгінгі тренировкада жаңа Төреханмен мен шығып кішкене көрсетіп жібердік. Басқа боксшыларды шығарады, жаңағыдай челнокта істейтін боксшылар бар, удар қатты боксшылар бар. Соларды шығарып, әр боксшының жақсы жағы болады. Соларды шақырып алып, тактикасы бөлек болады. Соның шығарып, өзінің жаңағыдай істеп жүрген әдістерін бізге көрсетеді. Біз оларға көрсетсек, олардың біз істей алмайтын әдістерін ол бізге көрсетеді деген сияқты. Кім осы жаттығуды мінсіз шебер орындайды, соны ортаға шақырады? Мысалға мен алдыға көп майысып кірем. Сол себепті жаңағыдай ағайлар көрсетіп отыр басқа боксшыларға. Осы Махмұт сияқты алдыға кіріп істеңдер деген сияқты. Ал Төрехан болса, жаңағыдай защита жағынан бар. Защитасы удар тигізбейді, сондай жағын боксшылар көрсетіп жатыр. Тағы да боксшылар көп, жаңа Абылхан Жүсіп ағамыз бар. Ол да челнокта ударларын нық ұрады. Соны Абылхан Жүсіп ағамызды шығарып, басқа да боксшыларды шығарып көрсетеді. Бұйыртса, Сабырхан деген осы артып жүрген, арқалап жүрген осы фамилия тек елде Олимпиада чемпионы ретінде, әлем чемпионында атала берсін. Аман болыңыздар. Әлі көптеген жүлделер сыйлайтын боламыз, Құдай қаласа. Жанкүйер болыңыздар. Міне біз бүгінгі жаттығуды тәмамдадық. Қазір